Сәлем достар, бүгін бізде бірінші сыныптың ана тіл сабағы. Сабағымыздың тақырыбы сөйлеу не үшін қажет. Екінші сабақ. Бірінші жаттығуға қарайық, өлеңді оқы. Ана тілі. Авторы Әдібай табылды. Ақыл ойын дананың, ана тілден аламын. Ана тілім ардақты, ақ сүтіндей анамның. Өсірген ой білімді, сүйем туған тілімді. Мақсат етем әр сөздің мәнін терең білуді. Бұл өлеңнің ішінде дана деген сөз бар. Ақыл ойын дананың деп тұр. Міне, бірінші жолда жазылып тұр. Дана, ақылшы, данышпан деген мағынаны білдіреді. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде ана тілі туралы айтылған. Ана тілім ардақты дегенді қалай түсінесің? Ана тіліміз біздің бабамыздан келе жатқан мәдени мұрамыз. Біз ана тілімізде сөйлейміз, оқимыз, жазамыз. Сондықтан ана тілімізді құрметтеп, қастерлесек, тілімізді биікке көтереміз. Өз тілін ардақтау әрбір азаматтың парызы. Екінші жаттығуға қарайық, балалардың қолындағы әріптерден қандай сөз құрауға болатынын айт. Сөз құрастырып көрейік. Бұл әріптерден ана тілі деген сөз шығады. Өз ана тілің туралы әңгімеле. Менің ана тілім қазақ тілі. Біз ана тілімізде сөйлейміз, оқимыз, жазамыз. Ол ата-бабамыздан қалған мәдени мұра, тарихи аманат. Сондықтан ана тілімізді қастерлеп, қадірлеуіміз керек. Үшінші жаттығуға қарайық. Мақалды көшіріп жаз. Тілге құрмет, елге құрмет. Мақалды ана тілі дәптерімізге жазамыз. Төртінші жаттығуға қарайық. Суреттерді ретімен қойып әңгімеле. Алдымен суреттегі балаға ат қояйық. Мысалы, суреттегі баланың аты Арман болсын. Арман қайда келді? Арман кітапханаға келді. Кітапхана қандай орын? Кітапхана кітап оқуға арналған орын. Әрбір мектепте кітапхана болады. Ол жерден балалар өздеріне керекті кітаптарын алып оқи алады. Енді осыған байланысты әңгіме құрастырып жазып көрейік. Әңгімеміздің тақырыбын кітапхана деп алсақ болады. Біздің мектебімізде үлкен кітапхана бар. Менің досым Арман кітап оқығанды ұнатады. Арман ертегі кітапты алу үшін кітапханаға барды. Қалаған кітабын таңдап болған соң, кітапханашы Айман апайға берді.
кітапты таңдап, Айман апай кітапты тіркеп жазып қойды. Осылай әңгімелеп айтсақ болады. Кітапханаға барған кезде оның өзіндік белгілі бір ережелері бар. Кітапханада тыныштық сақтау керек. Оқушы өзінің таңдаған кітабын алғаннан кейін, оны міндетті түрде кітапханашыға беру керек. Кітапханашы ол кітаптың нөмірін, қай кезде алғанын және кім оқушының алғанын дәптеріне, өзінің журналына тіркеп жазып алады. Және белгіленген мерзімде оқып бітіргеннен кейін кітапты алған оқушы оны кері кітапханаға тапсыруы керек екен. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.